бұл видеода енді пайеткімен, бисермен пайеткімен жұмыс істейміз. 6 бисер алып, алтын түсті. Және пайеткілерден төрттік, кәдімгі матовый бір бисер, бір төрттік пайеткі, золотистый цветі, жасыл цвет алтылық пайеткіні алып, міне көріп тұрғаныңыздай, манағы матовый бисердің жанынан тігіп бастайсыз. Көріп тұрғаныңыздай, үшінші бисердің қасынан шығып, астынан дәл сол техникамен қайталап көз өлшеміңізбен тігіп бастайсыз. Міне 6 бисер, бір матовый жасыл бисер алдым, және пайеткі 2 түрлі. Осылай қайталап жібіңізді тартып отырып тіге бересіз. Көз өлшеміңізбен стразный лентаның бойынан 1-2 мм жоғары қарай көтеріңкі қисайып, қиғаштау қылып тігіп бастайсыз. Сол кезде ойыңыз әдемі болып шығады. Көріп тұрғаныңыздай айналдырып, жайлап тіге бересіз. Мына пайеткілердің әртүрлі цвет алу себебім өте, қалай айтсам болады, цвет ойнап, әдемі переливать етіп көрініп тұрады. Матовый цвет әдемілік береді, бір сызықтың цветін береді. Міне көріп тұрғаныңыздай кішкене көтеріңкі болып қалады ою. Сол кезде бір 3D формат дейді, сол сияқты әдемі көрік беріп тұрады вышивкаңызге. Осылай тігіп айналасын бастай бересіз. Міне павлиннің қанаты сияқты әдемі ою шығады осылай тіксеңіз. Осылай стразный лентаны айналдырып тігіп шығамыз. Тұрғанымыздай жайлап айналып келе жатырмыз. Осылай айналдырып до конца тігесіз. Осындай қуыстар қалып қойған кезде до конца тіккеніңіз жақсы. Міне пайеткіні кіргізіп жіберіп жатырмын. Бұл пайеткіні қорықпаңыз, ненің кристалл тастың астына қарай кіргізіп жібересіз. Сол кезде бос орын қалмай әдемі көрік беріп тұрады. Міне көріп тұрсыз ба? Кристалдың астына сыйғызып жіберіп жатырмын. Пайеткімен бисерді инемен итеріп салып жіберсеңіз, осындай әдемі ою өрнек болып шығады. Мен екінші жағын көрсетіп жатырмын. Міне осындай әдемі өрнек шықты.